Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгінгі сабағымыз видео мәтін жасау деп аталады. PowerPoint бағдарламасының керемет бір мүмкіндігін көрсететін боламын. Текст артындағы видеолар қалай қозғалып тұрады және де оған қосымша берілетін әртүрлі анимациялық эффектілерді көрсететін боламын. Мысалы, мына жерде біздің текстіміз үлкейіп, өзінің масштабын өзгерту арқылы анимацияға ұшырайды. Қараңыздар, үлкею арқылы ішіндегі видеоларды көруге болады. Сонымен қатар патриоттық кештер немесе жаңағы тәрбие сағаттарында слайдтар жасаған кезде осындай қозғалып тұратын видео мәтінді жасасаңыздар өте керемет және креативті. Енді қазір осы қозғалып тұратын видео мәтінді қалай жасау керек жолын көрсететін боламын. Жаңағы өзіңіздің компьютеріңізге осындай GIF форматындағы фотосуреттерді жүктеп алып келсеңіздер болады. Енді осы жаңағы фотосуреттің үстіне текст жазу үшін жоғары жақта вставка бөлімінде надпись деген бар. Надписті алып келу арқылы осы жерге кез келген сөзді немесе тақырыптарды жазуға болады. Мысалға мен Астана деп жазайын. Енді осы Астана деген сөздің стилін өзгертеміз. Мына жерде шрифттің ішінде Monster Black деген бар. Мен көбінесе осы стилді қолданамын өзім сабақтарда. Енді шрифтті үлкейтеміз. Мишканың көмегімен. Енді осы жаңағы Астана деген текстімізді кез келген жеріне қоюға болады фотосуреттің. Осы жерге қойып. Қойғаннан кейін енді осы Астана деген сөзді қазір қиып алатын боламыз. Ол үшін бірінші суретті белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін клавиатурада Ctrl пернесін басу арқылы екінші текстіміздің үстінен басамыз. Сол кезде екеуі бірге белгіленеді. Форматқа барасыз, барғаннан кейін жоғары жақта объединение фигуры деген бар. Осы жерде осындай бөлімдер шығады. Осы жерден пересечение деген бар. Үстінен басу арқылы мінекей жаңағы Астана деген сөзіміз осылай қиылып алынды. Енді осы Астана деген сөзді мышкамыздың көмегімен үлкейтіп, кішірейтіп, кез келген жерге қоюға болады. Енді осы Астана деген сөзімізге анимациялық эффект қою үшін анимация бөліміне барасыз. Барғаннан кейін мына жерде стрелка бар. Осы жерден другие эффекты выделения деген бар. Осының үстінен басу арқылы изменение размер деген бар. Үстінен басасыз, бізде өте әдемі, креативті осындай эффект шығады, қараңыздар. Енді осы Астана деген сөзді одан да үлкен қылып үлкейту үшін рисунок деген бар. Үстінен 2 рет шерту арқылы мінекей осы жерден жаңағы процентін үлкейтсеңіз болады. Мысалы 150 емес, менде 300 деп алайық. Enter пернесін басасыз. Басқаннан кейін мына жерде время деген бар. Бұл жерде жаңағы видео текстіміздің шығу секунды. Мысалы мен 5 секундқа қойын. Окей батырмасын басайын. Басқаннан кейін не? Менде 300-ге осылай 300%-ға осылай үлкейтіп көрсетуге болады. Өте керемет сабақтарыңызда немесе жаңағы кез келген тәрбие сағат болсын, кез келген кештерде осылай қолдануға болады слайдқа. Енді мына жерде өзіміздің тудың үстіне қазір сөз жазып көретін боламыз. Қазір мысалға мына жерге Қазақстан деп жазайық. Енді осы сөзіміздің стилін өзгертеміз, шрифтін өзгертеміз. Сонымен қатар жаңағы сөзімізді кез келген жерге қоюға болады. Мысалға артындағы суретті үлкейтуімізге болады. Шрифтін бір размерге кішірейтейік. Енді осының мышканың көмегімен кез келген жерге осылай қоюға болады. Мысалға мен осы жерге қойғым келіп тұр. Осылай қоямыз да. Енді жаңадай қайталаймыз. Бірінші фотосуреттің үстінен басамыз. Ctrl пернесі басу арқылы екінші текстің үстінен басасыз. Ctrl пернесін жібермейсіз, осылай басып тұрасыз. Осылай белгілегеннен кейін жібересіз. Жібергеннен кейін жоғары жақта формат деген бар. Объединение фигуры, пересечение. Үстінен басасыз мінекей. Өте әсерлі. Қараңыздар. Кез келген сабақтарда осылай фотосуреттерді ерекше қылып көрсетсеңіз болады. Тақырып ретінде қолдансаңыздар да болады. Қазір осыны қарап көрейік. Слайд-шоу. Өте керемет, креативті.
осындай видео тексттерді жасап көріңіздер. Жай ғана текст жасағаннан гөрі слайдыңызға креатив беретін командалар бар. Бәріңізге сәттілік. Осы видеоны ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда пайдалы және қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.